Галоген сутектер, атап айтқанда фтор сутек, хлор сутек, бром сутек және йод сутек көміртек қос байланысына оңай қосылады. Себебі олардың молекулалары жоғары полюстенген. Алкендерге қосылатын электрофилдердің мысалына хлор сутек жатады. Сутек пен хлор арасындағы электр терістілік айырмашылығына байланысты, хлор сутек молекуласындағы сутек атомы ішінара оң зарядқа, ал хлор атомы ішінара теріс зарядқа ие болады. Қосылу реакциясының бірінші сатысында хлор сутек молекуласы этилен молекуласына жақындап, электронға бай қос байланысқа, оң полюсын бағыттайды. Енді пи байланыс үзіледі де, бұл байланысты түзетін электрондық жұп хлор сутек молекуласының оң зарядталған ұшына қосылады. Мұндай өзгеріс нәтижесінде хлорид анион және карп катион деген атаумен белгілі оң зарядталған химиялық бөлшек түзіледі. Келесі сатыда хлорид анион химиялық белсенді карп катионды шабуылдап, хлор этан түзіледі. Қосылу реакциясы осымен аяқталады. Галоген сутек пен алкендер арасындағы реакция электрофилді қосылу АЕ реакциясына жатады. Химияда қабылданған жалпы ережеге сәйкес, зарядтың көршілес бір атомдардың біреуінде жиналуы бөлшектің химиялық тұрақтылығы төмен болуына әкеледі. Алайда, бірден артық атомдардың зарядының делокализациясы немесе оның ішінара бейтараптануы берілген бөлшектің тұрақтылығы одан да жоғары болуына әкеледі. Осы ережені карп катиондар мысалында қарастырайық. Метил карп катионы жағдайында оң заряд жалғыз көміртек атомның айналасында жинақталады. Сондықтан бұл карп катион тұрақсыз. Біріншілік этил карп катионы метил карп катионымен салыстырғанда тұрақтырақ. Себебі оның оң заряды көміртектің екі атомына жинақталады. Екіншілік изопропил карп катионы одан да тұрақтырақ. Себебі оның оң заряды көміртектің үш атомында жинақталалады. Ең тұрақтысы үшіншілік трет бутил карп катиондар. Онда оң заряд кем дегенде көміртектің төрт атомында делокализацияланалады. Сондай-ақ кейін қосылған метил топтары карп катиондардың тиімді зарядын төмендетеді. Себебі олардың әрқайсысы әлсіз электрон донорлық қасиетке ие. Бром сутектің пропиленге қосылу реакциясы Марковников ережесі бойынша қалай жүретінін қарастырайық. Біз Марковников ережесін карп катиондардың тұрақтылығы тұрғысынан түсіндіруге тырысып көреміз. Пропилен молекуласы этилен молекуласындай симметриялы емес, сондықтан бұл жағдайда бірден артық қосылу өнімдері түзілуі мүмкін. Яғни, реакцияның екі түрлі жолмен жүру мүмкіндігін қарастыруымыз керек. Біріншісі, орталық көміртек атомының айналасында оң заряды бар симметриялы карп катион арқылы жүреді. Екіншісі, оң заряд қосымша көміртек атомдарының бірінде орналасқан симметриялы емес карп катионның түзілуімен жүреді. Егер екі аралық карп катионды салыстырсақ, бірінші жағдайдағы екіншілік карп катион анағұрлым тұрақты екендігін көреміз, ал екінші жағдайдағы біріншілік карп катион тұрақсыздау болады. Реакция тұрақтылығы жоғарырақ екіншілік карп катион түзуге бейім келеді. Сондықтан реакцияның негізгі өнімі 2 бром пропан болады, ал 1 бром пропан аз мөлшерде ғана түзіледі. 2 бром пропан жағдайында сутек атомы көбірек сутек атоммен байланысқан көміртек атомына қосылатынына назар аударыңыз. Осылайша, алкендердің Марковников ережесіне сәйкес қосылуының себебі карп катиондардың тұрақтылығындағы айырмашылықтарға байланысты. Судың алкендерге қосылуы галоген сутектердің қосылу механизмі бойынша жүреді. Тура гидратация деген атпен белгілі мұндай реакцияның мысалына судың этиленге қосылуы жатады. Бұл реакцияның нәтижесінде маңызды еріткіш этанол түзіледі. Таңғаларлығы, бұл реакцияның жүзеге асуы үшін сәйкесінше ерекше жағдайлар қажет. Су молекулалары жоғары полярлы, жақсы электрофилдер болса да, судың қос байланысқа қосылуы жоғары температура мен қысымды, сондай-ақ катализатор қатысын қажет етеді. Себебі оттек-сутек байланыстарын үзу үшін өте көп мөлшерде энергия қажет. Кез келген алкен мен кез келген галоген сутектің электрофилді қосылуы бірдей механизммен жүреді. Тек реакция жылдамдықтарында ғана айырмашылық болады. Периодтық кестенің 17-ші тобымен жоғарыдан төмен қарай қозғалғанда, сәйкес галоген сутектердің қосылуға қатысты химиялық белсенділігі артатыны анықталған.
Күкірт қышқылының алкендерге қосылуы галоген сутектердің немесе судың қосылуына ұқсас механизм бойынша жүреді. Бұл жағдайда реакция өнімдері алкил гидросульфаттары деген атпен белгілі күкірт қышқылының күрделі эфирлері болады. Күкірт қышқылының қосылу реакциясы мен судың қосылуы арасындағы басты айырмашылық бұл жағдайда процестің оңай жүретіні сонша, реакциялық қоспаны салқындату қажет. Биорганикалық қышқылдың алкенге қосылуының бір мысалына күкірт қышқылы мен этилен арасындағы реакция жатады. Түзілетін өнім этил гидросульфаты тұрақсыз қосылыс. Бұл реакция аз энергияны қажет ететіндіктен өнеркәсіптік масштабта көптеген жылдар бойы этанол өндірісінде қолданылған.